Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Сіздермен Түркі Қазақ арнасы. Және біз бүгін Шыңғысханды не себепті моңғол деп айтуға болмайтын жайлы қысқаша видео жасаймыз. Шыңғысханды не себепті моңғол деп айтуға болмайды? Менің өзімнің пікірім, менің көзқарасым. Шыңғысханды моңғол деп айтумен қазақтар біздер өзімізді жерге ұрғанмен тең болып есептеледі. Себебі біз қазақтар өзімізді текті халықпыз дейміз. Текті халықпыз дейміз. Текті халық деп айтамыз. Ал енді Шыңғысханды моңғол деумен біз сол текті деп айтуға лайық болмайтын жайттармен келісіп қояды екенбіз, құрметті ағайындар. Ол қалай десеңіздер, қысқаша түсіндіріп өтейін. Мына дүниежүзілік тарихта орыс ғалымдарының және евроцентристік көзқарастағы ғалымдардың пікірлерін тыңдайтын болсаңыздар, қазақ этнонимына және қазақ халқының, қазақ ұлтының пайда болуына қатысты әңгімелерді, ақпараттарды тыңдайтын болсаңыздар, барлығы қазақтар Шыңғысханның шапқыншылығынан кейін пайда болған ұлт деп қарайды. Бұл әрине дұрыс түсінік емес. Себебі қазақтар оның алдында да болған. Бірақ қазақ деген атау оларға таңылмаған еді. Бірақ біз қазір жасап жатқан ұлттар ол кезде де болған. Оның дәлелі сол замандарда өмір сүрген ру тайпалар қазір қазақ құрамындағы ру тайпалар бар екені баршамызға белгілі. Оны көп айтып отырудың қажеті жоқ. Енді біз мына нәрсеге мән берейік. Егер де Шыңғысхан моңғол болатын болса, онда біз де моңғол болып шығамыз онда. Онда біз өзіміз текті деп айтуға лайықты болмай қаламыз, құрметті ағайындар. Ал енді біз өзімізді не үшін текті халықпыз дейміз? Себебі біз қазақтар, біз пайғамбардың баласымыз. Неге олай? Оны Рашид ад-Диннің өзі де жазады кітабында. Түркілердің ең атасы ол түрік еді дейді. Ол Жапастың ең үлкені болатын дейді. Жапас деген бұл Яфес, пайғамбар мақамында болған. Яфес бұл Нұх пайғамбардың ең үлкен баласы. Яфестің сондай-ақ Хам, Сам деген інілері болған. Біреуінен парсылар тараса, парсылар мен үнділер тараса, біреуінен араб халқы тарады деп жазады. Ал Яфестен, Жапастан, оны түркілер Жапас деп атаған дейді. Жапастың ең үлкен баласы түрік еді дейді. Түріктің тағы да Надыл үші деген лақап атты. Ол сол Жапастың ең үлкені Надыл үші, яғни түрік еді дейді. Бұл түрк өзі сондай зирек мықты, бәлкім сондай ұлы хан болған. Содан шежірені тарқатады да, сөйтіп түркілердің тарихы жайлы баяндайды. Енді осы тарихтың жалғасы Шыңғысханға келіп тақалады, құрметті ағайындар. Шыңғысхан өзінің дәуірінде түркілердің ең үлкен патшаларының, қағандардың бірі болады. Әлемді билейді. Міне осы Шыңғысханнан кешегі Кенесарыға дейінде біздің хандарымыздың шежіресі бар. Яғни сілсиләсі бар. Енді Кенесарымызда, біздің хандарымыздың барлығы Жәнібек пен Керейде, Абылай ханымызда барлығы кімге барып тіреледі, құрметті ағайындар? Ол Жошы ханға барып тіреледі. Жошы хан кімнің баласы? Ол Жошы хан Шыңғысханның ең үлкен баласы. Енді қараңыздар, біз хандарды өзіміз сайлап отырғанбыз, қазақтар. Шеттен келіп бізді ешкім басқарған емес. Біздің тектілігіміз де сондай. Біз өз билігі өзінде құдіретті, әрі текті, таза, пәк ұлт болғанбыз. Тіпті рулар өзін ішін ара өз-өзінен қыз алмайтын болған. Сондай өзгеге қыз бермек түгілі өздерінің жағы руластарынан қыз бермейтін халықпыз біз, құрметті ағайындар. Солайша біздің қанымыз осы күнге дейін таза болып сақталды.
Енді қараңыздар, егер де біз Шыңғыс ханды моңғол дейтін болсақ, онда қазақ зиялыларының, қазақтың ең қаймақтарының барлығы моңғолдар болды онда. Онда біздер де моңғолмыз онда. Егер сол евроцентристік көзқараспен санасатын болсақ, біз моңғол болып шыға келеміз. Біз дүбәрә болып шыға келеміз. Мына мен бір кітап оқыдым. Сол евроцентристік көзқараста жазылған кітап. Ол жерде Шыңғыс хан қазақтар жеріне, қазақ даласына шапқыншылық жасаған кезде, қазақ даласындағы ер адамдардың барлығы соғыстан жеңіліп қашып кетті дейді. Әйелдері сол жерде қалды дейді. Сөйтті да моңғолдар барлығы бір әйелден алды дейді. Сөйтті да қазақтардың әйелдерін туғызып, солайша жаңа ұлт пайда болды дейді ғой. Көрдіңіздер ме, қандай ақылға сыймайтын өтірік ақпарат. Міне, егер де біз Шыңғыс ханды моңғол деп мойындайтын болсақ, біз қайдағы жоқ бір ойдан ойлап табылған моңғол деген терминге біз барып ұрынады екенбіз. Солайша біз өзімізді текті халықпыз деп айтып жүргенмен, егер де өзге ұлттар осы евроцентристік көзқарастағы тарихты оқитын болса, құрметті ағайындар, қазақ ұлтын ешқашан сыйламайды. Міне қазіргі таңда өзбек деп аталып жүрген ұлт, кезінде ол өзбек деп аталмаған. Өзбек деген атаудың өзі қазақтың атауы. Өзбек хан ол қазақтан шыққан ол. Бірақ ол кезде қазақ деген атау оншалықты кеңінен таралмаған еді. Енді қазақ деген атау бізге таңылғанымен, бірақ біздің осы қазақ даласында өмір сүрген ру тайпалар, яғни біздің қанымыз, геніміз, ол бұрыннан болған. Ол сақ дәуірінен, тас дәуірінен болған. Біздің ата-бабаларымыз осы жерде жасаған. Оны Рашид ад-Дин өзінің кітабында да жазады. Түрік мынау Қаратау мен Алатаудың бөктеріне келіп жайғасты. Сөйтті да сол жерде Түркістан деген қала құрды деп жазады. Құрметті ағайындар, көрдіңіздер ме? Біз осы өңірде мыңдаған жылдардан бері осы жерде өмір сүргенбіз. Солайша біз текті халықпыз дейміз өзімізді. Біз еш жақтан келген жоқпыз. Бізді ешкім олай еркектерін қуып жіберіп, әйелдерін бодан қылып туғызып, екінші сорт адам жасаған жоқ. Біздің бабаларымыз осы жерде болған, бәлкім бүкіл әлемді билеген кезінде. Міне осылайша біз қазір тарихты қайта жандандыруымыз керек. Біз қазақ тарихын қалпына келтіруіміз керек қазір. Мына 70 жылда, оның ар жағында Қазан төңкерісінен бұрын Ресей патшалығы қазақтың тарихын, түркілердің тарихын быт-шытын шығарып құртып бітті. Соны қайтадан қалпына келтіруіміз керек ағайындар. Міне сол себепті осындай сіздерге ой шолу. Егер бір тастап кеткен жерлерім болса, кешірім сұраймын, себебі толықтыра алмай қалған болсам, өзім ойымды толық жеткізе алмай қалған болсам да кешірім сұраймын, себебі мына аттың үстінде жүріп бір ой жинақтау оңай шаруа емес, құрметті ағайындар. Сол себепті сау сәлеметте болыңыздар. Қатты ұрыспаңыздар бізді. Осылайша енді өз ойымызбен бөлісіп видео шығарамыз, құрметті ағайындар.